Қайырлы күн, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін мен әйелдер энергияны қайдан алады деген тақырыпта сіздермен прямой эфир өткізгім келіп отыр. Ақпараттардың барлығы тегін. Өзімнің оқырмандарыма өз білген түйгендеріммен бөліскім келіп кетті. Мейір махаббатпен қабыл алыңыздар. Шүкір жақсымын, өздеріңіз қалайсыздар, күндеріңіз қайырлы, берекелі, шүкіршіліктерге, алғыстарға толы күн болсын. Негізі осы шүкіршілік пен алғыс айту туралы сіздерге бір инсайт және де өмірлік құнды ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Даусым барлығы күшті шығып тұр ма? Шүкір етсеңдер арттырамын дейді. Ол кәдімгідей формула, заңдылық. Шүкір етсеңдер арттырамын. Және де қараңыздар, шына ішкі состояние, ішкі халіңіз не деп тұр, сол нәрсе тікелей арта береді. Тікелей арта береді. Яғни сіздің состояниеңіз қазіргі таңда өмірге қапа болып, әйтеуір көңіліңіз толмай, күн деп бір бәлездеу, ұрыс іздеу, сондай бір состояниеде, негативный, төменгі вибрациядағы состояниеде жүретін болсаңыз, ол естественно арта береді. Ал егерде сіз кішкентай нәрсе болсын соған алғыс айтып өмірдің кішкентай бір нығметтерін, қуаныштарын көре алсаңыздар, ол нәрсе де арта береді. Сонда адамда таңдау бар ғой. Таңдау бар, керемет нығметтерді арттыру ма, әлде негативный дүниелерді арттыру ма? Әрине, адам болғаннан кейін барлығымыз позитивті, керемет дүниені өмірімізге тартқымыз келеді. Ендеше, бүгіннен бастап давайте шүкір айтып бастайықшы. Сосын көп адамдар айтады, неме шүкір айтам, отырған үйім мынау, қарызға батып отырмын, балам бүйтіп жатыр, былай бүйтіп жатыр. Әйтеуір бір жаңағы вибрация. Әйтеуір бір көңілі толмай өмірге қапа болып отырады ғой. Енді қараңыздар, сол өмірге қапа болып, 1045 кредит, проблемада отырған адамдар, сіздер сол проблеманы айта бергеннен бірдеңе өзгеріп жатыр ма өмірлеріңізде? Наоборот, қарызда отырсаңыз, мысалға 500 мың қарызда отырсаңыздар, сіздер айту арқылы, айта беру арқылы оны күшейтесіздер. Сіз 200 мың қарыз болып, кәдімгідей өмірге түңіліп жүріп, ойбай, менің қарызым бар, қайтсем төлеймін деп жүріп, сіз қалай 2 миллионның қарызына кіріп кеткеніңізді білмей қаласыз да? Себебі сіздің фокусыңыз қарызда тұр. Себебі қарызда тұрсыз, және де сіз соны автоматом өзіңіздің өміріңізге тартып жатсыз. Түсіндіңіз ба? Енді қарызымыз бар ғой, оны қалай айтпаймыз дейтін адамдар бар. Дұрыс, қарызыңыз бар. Бірақ қараңыздаршы, сіз оған көңіл бөлсеңіз, ол пайда болады. Көңіл бөлмесеңіз жоқ болады. Сізде барлық адамға берілген 24 сағаттық энергия бар, барлығымызда бар. Біз оны қарызға, сол энергияны қарызға жұмсап отырсақ, біз ештеңеге желаниямыз болмай, көңіліміз түсіп, былайша айтқанда өмірден безіп кетеміз да. Ал сол энергияны табысқа, қалай мен табыс табуға жұмсаймын, қалай мен оны сол 24 сағаттық энергияны өзіңіздің сүйікті ісіңізге жұмсаған кезіңізде сіз біріншіден ақша табасыз, екіншіден өз уақытыңыздың қалай өткенін түсінбей қаласыз, үшіншіден қарыз туралы ойыңыз бөлініп кетеді. Ал біз сонда табыс туралы, махаббат, сүйіспеншілік туралы сол темада жүргендіктен, естественно, біздің сол дүниеміз арта бастайды. Қарызымыз азайып, біздің табысымыз өсе бастайды. Сіздер білесіздер ма, анау қарыздан шығаратын техника айтамын, менің курсыма келсең, мен сені қарыздан құтылдырып жіберем деген адамдардың барлығының 100 болмаса да 99% осыны айтады и осыны практиковать етеді. И сізде кәдімгідей өзгеріс болады, ол шынымен факт. Мен инстаграмның әжесі 1045 курсқа қатысқан адам ретінде мен сіздерге по-честному түсіндіріп жатырмын. Неге фокус қойсаңыз, сол артады. Ол заңдылық, ол Құранда да айтылып қойған. Нақты қайсысы екенін мен сіздерге возможно тауып осы инстаграм сақтап қоямын ғой, сол кезде фактпен салып қоятын боламын, астына жазып.
Алматыға қашан келесіз дейді. Алматыға бару ойымда бар. Өткенде Астананың қыздарымен кездесу ұйымдастырдық қой. Негізі мен қазір тез асығып сөйлеп отырмын. Қазір менде 20-15 минуттық уақыт бар да. Сол 15 минуттық уақытты сіздерге пайдалы ақпараттарды айтып неге барсам ба деген едім. Әйел энергетикасын көтеретін қазір күшті жерге барып жүрмін ғой. Би-йогаға барып жүрмін. Шындығына келгенде олар менің энергиямды көтеріп жатқан жоқ. Ол энергия өзімнің бойымда бар да. Өзім шығарып жатырмын. Адамдар ойлайды, энергияны ана жақтан мынандай су ішсем, мына жақтан мынандай ішсем, менің энергиям көтеріліп кетеді деп та. Ешқандай да емес. Адамның энергиясын көтеретін ол тек қана өзі. Ол энергия сіздің бойыңызда тұр, просто бір жерде тұйықталып тұр да. Тұйықталып тұр. Қазір осыны мен тағы да айтам, Алматы туралы айта салайыншы. Астананың қыздарымен, 10 қызбен кішкентай болып кімге ақыл айтып отырсың? Мен сіздерге ақыл айтып отқан жоқпын. Мен просто ойыммен бөлісіп жатырмын. Тыңдайсыз ба, тыңдамайсыз ба, ол сіздің проблемаңыз. Менімен ұрсу, ол сіздің проблемаңыз да. Мен өзім оқырмандарым, өзім айтып жатырмын да. Астананың 10 шақты қызымен кездестік. Күшті трансформациялық кездесу болды. Енді ойымда Алматыға бару бар. Ораторлық курсқа жазылғанмын. Ол кісі Алматыда. Ораторлық курсымды аяқтап, сертификат алып, емтихан тапсыратын кезде Алматыға барамын. Алла қаласа, күйеуім рұқсат берсе. Сол кезде Алматының рахмет, біраздан бері шықпай қалдыңыз дейді. Рахмет. Білесіздер ме? Бұлай істеу керек екен. Бұлай. Рахмет, алғыс айтқан кезде рахмет деп оң қолды жүректің тұсына осылай ұру керек екен. Осыны практикалап үйреніп жүрмін, еліктеп жүрмін бірінші кезінде. Алматының қыздарымен кездесу ұйымдастыру ойымда бар. Одан кейін рахмет сағынған жандарға. Одан кейін психосоматика курсын толықтай дайындап біттім. Күшті курс болды енші. Керемет курс болды, сіздерге соны. Экранды андайған едім. Керемет курс болды. Кеше полный программасын жазып шықтым. Енді күшті болды. Қараңыздаршы, қайсы бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оны өзгертпейді дейді. Құранда Рағыт сүресінің 11-ші аятында кәдімгі четко көрсетіліп қойған. Енді қараңыздар, Құдай қаласа, бір-екі күнде Айдана сияқты ешкім жүрекке жеткізіп айта алма. Рахмет. Мен емес, оны Алла тағала ғой. Білесіздер ме, мен сіздерге негізінде осындай көпшілікке шығуға талпынып, ниет еткен кезде мен Алла тағаладан сұраймын. Аллахым, адамдарға жүрегіне жететіндей сөз салшы аузыма деп. Енді күшті, әр сөздің вибрациясы бар ғой. Қазір қараңыздар, мен сіздерге программасын түсіндіріп айтайын. Және де оның бағасы да белгілі, барлығы белгілі. Бір ғана тәуекел ететін үлкен бір жұмыс тұр. Сол тәуекел етсем деп тұрмын. Аллаға тәуекел, нәтижесін беруші бір Алла. Қараңыздар, түсіндіріп айтайын. Денсаулықты түзеу. Қазір барлық адамның денсаулығында ақау бар, өзінде болмаса да айналасындағы адамдарға және де өзінің балаларына көмектесе алатындай мен психосоматиканың сабақтарын берем, өзім түсіндірем, видеомен, аудиомен, картинкамен, әйтеуір сізге жеткенше түсіндіруге тырысам, қолымнан келген барлығын істеймін. Ары қарай қорыту ол сізден болады да. Қараңыздар, егер сіздің денсаулығыңыз сыр беріп, балаларыңыз үнемі ауырып, мазаңыз қашып жүрсе, осы тақырыпты айтамын. Үйіңіз кішігірім аптека болып, бала мен өзіңіздің ағзаңызда химикатты уладан шаршатсаңыз, үнемі аллергия мазаласа, кез келген ауруды басу тоқтату деген бөлім бар. Бұл бір бөлім, денсаулық бөлімі. Одан кейін самооценка бөлімі. Самооценка деген, білесіздер, өз-өзіңді бағалау, ішкі хал. Самооценка бөлімінде кәдімгідей сізбен жұмыс жасайды. Енді бұл жобаны дайындадым, бір ай кетті уақытым. Бұл жерде сіз Алла қаласа өмірлік инструкция болады ғой сізге. Өмір бойы сіз бұл Алла қаласа өмір бойы осы материалды өзіңіздің өміріңізде қолданатындай қылып, бір рет қана төлем жасап, өмір бақи өзіңізге алып қалатын мүмкіншілікті жасадым. Самооценка жасап, скрин жасау қайта шығып кетіп жатырмын да, сіздерге түсіндіре салайын деп.
самооценканы қараңыздаршы, өзіңді сүю, бағалау, қабылдау туралы мен толығырақ айтамын сіздерге. Не үшін мысалға өзіңді сүю деген қалай, өзіңді бағалау деген қалай, қабылдау деген не, соның барлығын түсіндіріп беремін. Негізінде мен айтып та жүрмін, просто сіздерде мынандай ғой, адам құнын, бағасын емес құнын төлемеген кезде, мысалға сіздерге қанша ақпарат айтып отырмын ғой, сіздерге құнын төлемеген кезде ол 1000 жерден ақпарат берілсе де сіздер оны қабылдамайсыздар да. Ал құнын төлеген кезде адамда сондай процесс жүреді. Өзіңді сүю, бағалау, қабылдау, мидағы артық ойды тазалау. Мысалға сіздің миыңызда гарантия берем, қазір 1045 неше түрлі ужастиктер бар. Сол артық ойды тазалауды үйретемін. Сосын мына қорқыныш, үрей, сондай бір нелеріңіз бар ғой. Барлығыңызда бар, менде де өте көп болған. Сол дүниелерді кәдімгідей сіздерге мына ауа емес, кәдімгі біз психосоматикада оқыған, әлі де оқып жүрмін қазір 120 күн марафонында. Оқыған дүниелерімнің барлығын практиковать етіп сіздерге түсіндіріп айтып беремін. Одан кейін рахаттанып энергиямды көтергім келеді десеңіз деген тақырыпты қоямын. Және де сіздердің энергияларыңызды көтеруге жаттығулар берем, тапсырмалар берем. Енді мен өзім сағат 5-те тұрып, кешке дейін энергичный болып жүргенімнің себебі де осы жаттығулардың, осы бір техникалардың арқасы. Одан кейін ақша потогы, қазіргі таңдағы ең актуальны болып жатқан, елдің бәріне керек. Ақша, аяғым қалды ғой. Елдің бәріне керек ол ақша, я. Ақша туралы ақша потогын ашу жаттығуларын беремін. Ақша туралы қорқыныштарды, яғни жоғалтып алу, ұрлатып алу, қарыздан қарызға кіріп кету, сондай сияқты қорқыныштардан арылуға көмектесемін. Бұл кәдімгідей сіздерге бір не емес, өтірік нәрсе емес, кәдімгідей өзім оқыған білімді сіздерге өзім қорытып, сіздерге қалай түсіндім, солай өзім өмірде қалай қолданып жатырмын, сіздерге де соны айтамын. Және де бұл сабақ сіздерге мәңгілікке доступпен болады. Сосын бойыңыздағы молшылық программасын іске қосу. Миллионер мышлениясы қалай, ақша аффирмациясы қалай, соның барлығын сіздерге түсіндіріп, қалай айтсам болады, күштілеп тұрып айтып берем. Одан кейін мына жерде соңғы программасы бар еді, міне. Қарым-қатынас. Бұл да өте өзекті тақырып. Қазір айналаңыздағы енеңізбен, күйеуіңізбен, коллегаларыңызбен, бастықтарыңызбен, кіммен қандай келіспеушілік, қандай бір негізі қарым-қатынас. Егер де адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасамасаңыздар, оны білесіздер барлықтарыңыз, энергияңды сорып алатын нәрсе ол адамдармен дұрыс емес қарым-қатынас. Осы дұрыс қарым-қатынасты орнатудың нақты әдістерін сіздерге көрсететін боламын. Сезімді көркем жеткізіп үйрену, оның ішінде ниетті қалай туралаймыз, ниетіңді турала, ниетің түзу емес деп жатады ғой. Вот сол ниетті қалай туралау керек екенін үйретемін. Одан кейін сабақ алу деген не? Мысалға бір ситуация болады, адамның өмірінде неше түрлі ситуация болады. Сіз оның сабағын алмасаңыз, яғни сабақ алу, Алла Тағаланың сізге жіберіп тұрған сабақ ал деген бір сынағы да. Біз сол сабақты дұрыс алсақ, сол сабақ алудың артында сіздер ойламаңыздар, мынандай, мен сабақ айтып жатырмын, сол сабақты алу ма деп ойламаңыздар да. Өмірдің, Алла Тағаланың бізге беріп жатқан сабағын біз түсінуіміз керек. Вот сол сабақты алған кезде Алла Тағала сол біз қорқып тұрған сол бір ситуация арқылы бізге үлкен бір ризықты, сүйіншін дайындап қояды да. Вот сол нәрсені сіздерге үйретемін. Одан кейін сезім сүру дегеніміз деген хитовый тақырып бар ғой, көптеген психологтардың айтатыны. Яғни бұл былай проживать ету дейді ғой, проживать ету. Осы проживать етуде көптеген адамдардың қателігі, мысалға, енді психология қызығып, енді кірісіп жүрген адамдар проживать етуді сәл-сәл білетін шығар, бірақ вообще білмейтін адамдар бар да араларыңызда. Білетін адамдардың өзі сол проживать етуді дұрыс жасамайды екен да. Мысал үшін былай сүру, сезімді сүру, проживать ету. Мысалға біреулер бүйтеді, күйеуім басқа біреуге қарап қояма, басқа біреумен жүріп қояма деп қорқам деген қорқыныш бар. Немесе екінші әйел алып қояма деген қорқынышы болады да. Енді көптеген әйелдердің, енді өзім келіншек болған примерно айтып жатырмын сіздерге. Вот енді қараңыз, сол кезде проживать ет деп айтады психологтар. Проживать етсең, сен ол сезімнен құтылып кетесің, сосын екінші ол ой сені мазаламайды деп айтады да. Енді қараңыз, проживать ету деген ол ойыншық нәрсе емес, біріншіден.
екіншіден оны дұрыстап үйренбесеңіздер, сіз оны қорқынышыңызды өзіңіздің өміріңізге тартып алуларыңыз мүмкін да. Сол үшін мен сіздерге осы нәрсені жақсылап үйретемін. Яғни қараңыздаршы, көп адамдар қорқыныш сүру, яғни жаңағы күйеуім басқа әйел алып кетті деп қорқып жүреді ғой. Біз байып кетсек, күйеуім миллионер болып кетсе, ол басқа әйел алып кетеді дейді да. И сөйтіп қорқынышты сүріп жіберсе десе, олар бүйтіп ойлайды, көзін жұмады да визуализация жасайды ғой, жаңағы сезімді сүріп жатырмын, жаңағыдай күйеуім шынымен басқа әйел алып кетті, сосын мен қиналдым, жыладым, балаларым жылады, сықтады, мен өлгім келіп жатыр деген сияқты сезімдерін визуально көзіне елестетеді ғой, визуализация жасап та. Ал ол визуализация жасау прямой оны өзінің өміріне тарту деген сөз да. Маған сондай нәрсе керек деп заказ беріп жатыр да. Яндексқа такси заказ бересіз ғой, А точкадан Б точкаға жету үшін вот сол нәрсені ол өзінің өміріне тартып жатыр да. И ол ойлап жатыр, мен дұрыс жасап жатырмын, мен сезімді сүріп жатырмын деп ойлайды. Ал шын мәнінде сезім сүріп жатқан жоқ, ол өз-өзіне зиян келтіріп жатыр да. Ал мен соны сондай қорқыныштарды сүру техникасын жақсылап тұрып үйретемін деп иншалла ниет етіп отырмын. Сосын обида, өкпе, реніш деген нәрселер бар ғой. Сіздер білесіздер, психологияға қызығып жүрген, сол нәрсені істеп жүрген адамдар уже білет дәптерге жазып, параққа жазып, оны өртеп жіберуді, неше түрлі бір нәрселер істеуді уже істеп уже ой қойшы соны дейтін жағдайға жетті да. Мен де оны осы уақытқа дейін істеп көрдім, бірақ эффект 100%-тен бір 10-15%-ке ғана эффект береді, и ары қарай ол по-любому сол сезімдер, өкпелер оянып кете береді да. Ал біз осы ренішті оңай, тиімді ару деген кәдімгі психосоматиканың үлкен бір бөлімі. Соны сіздерге жақсылап тұрып түсіндіремін. Сіздер ойламаңыздар, психосоматика деген бір әшейін ауыз екі нәрсе емес. Гуглды ашып қарасаңыздар, интернетті ашып қарасаңыздар, бұл үлкен ғылым. Кәдімгідей қаншама адамдар, қаншама ғалымдар еңбек еткен. Қазіргі осы 24-тің ең хитовый мамандығы болып жатыр. Неге? Себебі адамдардың барлығы рухани аш біріншіден, екіншіден материалдық кедей, үшіншіден уже ешқандай психологияның жаңағы армандар картасы анау-мынау нәрселер әсер етпегендіктен уже адамдар выгоранияға түсіп кеткен да, уже тойған. Сосын көптеген адамдар, ой, мен тегін сабағыма кел, мен сенің өміріңді үйтіп жүрем дейді да. Сосын сөйтеді да қымбат сабаққа ұрынады да, сосын ой, мен бұны қайтып төлеймін, мен неғып сорлы болдым, мен неғып ондай болдым, мұндай болдым деп, оттан бетер тығырыққа тіреліп, тұңғиыққа батып кетеді да. Вот білесіз ба, мысалға, сіз қымбат курс алғанның өзінде сіз оны ашып та қарамайсыз. Енді оқиын десеңіз, әйтеуір бір кедергі пайда болады да. Вот сол кедергінің өзі біз психосоматикада зерттейміз және де соны шешеміз. Мысалға, мен осы сабақта бонус ретінде мен білім блогын скриндамаппын ғой. Бонус ретінде осы сабаққа қатысқандардың барлығына бірінші білім блогын берем. Себебі сіз сол білім блогын шешкен кезде любой нәрсенің, даже мысалға мында кітаптардың соңына дейін жететін боласыз. Бастаған ісіңізді соңына дейін аяқтайтын боласыз. Алған 990 теңге, 100 теңгелік курсыңыз болсын, соны до конца бітіретін боласыз. Түсіндіре алдым ба осы жерін? Одан кейін жаңа мына кісі айтып отыр ғой, сабақты сатып алсам, қалай оны төлеймін, анау-мынау деген нәрселер бар ғой, қорқыныштар бар. Менің сабағым 10.000 теңге деп қойдық. 10.000 теңге, бірақ ішінде қаншама құнды дүниесі бар. Сол 10.000 теңгенің ішінде. И сабақ долгосрочный болады, вообще өмір бақи болады. Соның ішінде 10.000 теңге деп қойдым. Сосын сіздерге одан да зорын айтайын да. 10.000 теңге мынаны бәрін үйретемін, мысалға. Пәленбай, білім ол кәдімгідей четко и ясно да. И одан кейін мына жерде не бар еді? Қатысушылардың ойлап жатырмын, білім блогын барлығына емес, алғаш төлем жасағандарға ғана беріп жүрем ба деп ше. Одан кейін 10.000 бар, 4.499. Жоқ, ол жеке менторлық қой, жеке менторлық.
10 мың теңге деп қойдық. 2-3 күнде продажасын ашатын шығармыз. Пока мен ана машина басты жаңалығын айтайын сіздерге қазір. Басты курстың басты несі, басты құпиясы, басты тосын сыйы, мен өзімнің Прада автокөлігімді осы сабаққа қатысқан адамдардың ішінде бір жанға сыйлап жіберем деп отырмын. Яғни 10 мың курстың бағасы 10 мың теңге. Жаңағы айтылған дүниелердің барлығын өзім осылай отырып түсіндіріп айтамын. Одан кейін сіздер уайымдамаңыздар. 10 мың теңгені Каспимен де төлеуге болады, редпен сол баға бөліп төлеуге де болады. Ол екінші варианты. И мынандай 10 мың теңге төлегеннен кейін болды, сонымен бітеді. Сіздер ойламаңыздар да 10 мыңнан кейін тағы 20 мың ба, одан кейін 30 мың ба, мына сабақты алу үшін қанша теңге деп, мысалға сіздерді қызықтырып қойып, ары қарай айтпай, екінші сабаққа доступ үшін осынша теңге төле дейтіндей болмайды. Күшті ғой, 10 мың теңге сіздер білім аласыздар. И ол білім сізге, сіздің отбасыңызға, бүкіл адамдарға көмектеседі. Денсаулық жағынан, самооценка жағынан, ақша жағынан, білім алу жағынан. И не айтпаппын ғой сіздерге? Армандау. Дұрыс армандаудың немен ақша салып жатсыздар? Қазір әлі продажа ашылған жоқ қой, қыздар. Мен сіздердің әрқайсыларыңызға билет беруім керек қой. Сосын мен машинаны соңғы уақытқа дейін айтқым келген жоқ. Себебі адамдар саналы түрде машина үшін емес, ол машинаны мен 11,5 миллион алған Прада машинасын өзім газ, бензин, машина үшін емес, адамдар білім үшін келсінші деп жатырмын. Да. Адамдар құндылығын түсініп, сол білімді алса, соны өмір бақи қолданса, мен барынша осы психосоматиканы жақсылап түсіндіргім келеді. И адамдар саналы түрде ананы сезініп, рахметін айтқан кезде, Алланың қалауымен, ол адамдарға и так та машина келеді, түсінесіздер ме? И так та сол состояниені көтерген кезде так-то машина келетін болады. Енді сіздерге шақырып алдым ғой, енді әйел энергетикасын қалай көтереді деп. Соны айта салайын, сонымен мен неге кетуім керек? 20 минут қана қалып Ленгерге баруым, сағат 12-де жаттығу басталатын еді. Қараңыздаршы, әйелдің энергиясы, негізі сіздер ойлайсыздар ғой, энергетик ішем, анандай витамин ішем, мынандай витамин ішем деп. Дұрыс, коллаген деген онша-мұнша витаминдер ішу керек. Себебі біз 25 жастан кейін біздің ағзамызда 25 жастан кейін ғой, коллаген азая бастайды. Ұсынысым ұнаса, астыларыңызға комментарияларыңыз жазып кетіңіздер, маған да қызық кері байланыстарыңыз. 25 жастан кейін адамның ағзасында коллаген кетеді. Сосын ол коллагенге мұқтаж жоқ болады. Ал қалған витаминдер бар ғой енді. Ол витаминдер жаңа энергия көтеруге арналған дүниелерді бізге ішудің қажеті жоқ. Себебі біздің бойымызда, толықтай сканерлеген кезде, біздің бойымызда неше түрлі мощный энергиялар бар. Просто ол біздің бір жерлерімізде мынандай түйін болып тұр да. Біз сол түйінді шешіп берген кезде, оны мен психосоматиканы сіздерге үйрететін боламын. Шынымен шешіп берген кездеріңізде сіздерде энергия пайда болады. Мысалға, не үшін энергетик ішкен адамдардың жүректері жарылып кетіп жатыр? Себебі өзінде ол энергия бар. Передоза болады да, сосын ол көтере алмай өліп кетеді. Ал бізде ол энергия бар. Біз әйелдер, еркектерді айтпай қойын, өзіміздің әйелдер бұл сабақты әр Қазақстанның әрбір отбасында бір әйел алса, шынымен ол бүкіл адамдарға көмектесе алады. Сабақты телеграмда қоям, и плюс инстаграм қосам. Балам мазалмаса, инстаграм қосам. Себебі мен осылай түсіндіріп айтатындай кездер сіздерден кері байланыс, кері сұрақ болу үшін. Менторлықты уже алып қойдым мен. 10 адам дегеннен орын толып қалды. Менторлықты алмаймын. Тек қана 10 мың теңге сабақ, и плюс қатысқан адамдардың арасында өзімнің автокөлігімді ойнатам. Енді қараңыздар, жаңағы біздің бойымызда, әйелдердің бойында энергия негізінде ішінде блокталып қалсаң да, блокталмай қалсаң да, біздің неміз, мынау таз бар ғой, мынау әйелдердің тазы бар ғой, жамбас тазы, сол тазда
не үшін восточный билеңдер дейді, не үшін жаңағыдай бөкселеріңді қимылдатыңдар дейді. Сіздер қазір просто отырыңыздар да бөксеңізді біз былай қимылдатыңыздаршы, кәдімгідей энергияңыз шайқалып төгіледі ше кәдімгідей. Мен кәдімгідей қазір кешігіп жатырмын да, кәдімгідей қазір жаттығуыма рахаттанып барамын да, рахаттанып билеймін, йога жаттығуларын прям кайфпен істеймін да. Неге? Себебі анау бір жағынан мен энергиямды көтеріп жатыр, бір жағынан андай саналы түрде оның ағзама пайдалы екенін біліп рахаттанып істеймін да. Мен ойлаймын, осы бізде мектеп кезінде дұрыс сабағында көп травма беріп қойды ма деп ағайларымыз, апайларымыз. Себебі біз қаласақ та қаламасақ та істе дей берді ғой ол кезде. Қазір саналы түрде мен қазір жамбасымды былай қимылдатсам менде энергия көтеріледі. И бізде әйелдерге айтады, юбка киіп жүріңдер, көйлек киіп жүріңдер да. Себебі былай жүресің ғой, былай жүрген кезде неден энергия төгіледі да, былай үйде ше. Балаңа төгіледі, күйеуіңе төгіледі, еще сен женственный көрсетеді да. Бұл энергия сабағының бір бөлігі ғана сіздерге. Жаттығуларын кейін өзім сабағымда түсіндіремін. Мына лайфхактың өзі сіздерге қазір маужырап дымға желанияңыз болмай тұрса, просто так жаңағыдай бөксеңізді былай қимылдатыңызшы. Біз дышы сабағында бар ғой, бізге былай қимылдататын еді ғой, білесіздер ма? Сол кезде біздің қай жеріміз қимылдаған деймін да, біз вообще бөксемізді қимылдатпаған екенбіз ғой деймін да. Қазір жаттығуда бөксені қимылдатып не қыламыз ғой. И сол кезде кәдімгідей екінші дыхание ашылады ғой. Просто әйел адамдар, сіздер осы техниканы қазір мен көріп отырсыздар ғой, давайте жасаңыздаршы, кәдімгідей бодрый болып қаласыздар. Ау апа? Қой, бопты онда, мен кешігіп жатырмын. Ленгерге барамыз. 2-3 күнде деп отырмын. Сол алғаш төлем жасағандарға ғана бөлем блогын берем ба деймін. Білмей тұрмын әлі. Көмекшілермен ақылдасуым керек. Бірақ сіздерге алдын ала айтып қойып жатырмын, неғып айтпадың демес үшін. Давайте.